Жасалу жолы оп-оңай және де тойымды тағамдардың бірін жасаймыз. Кешкі ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен керекті заттардың барлығын гипермаркет Анвардан тиімді бағамен алған болатынмын. Бүгінгі тағамға Campagna фирмасының соусын және де спагеттиін қолдандым. Ең алдымен қызып тұрған майымызға пияз салып, қызартып қуырып аламыз. Оның үстіне сәбіз салып, тағы да 10 минут көлемінде қуырамыз. Келесі кезекте тартылған етімізді саламыз. Дәмдеуіштерін қосып жақсылап араластырып, қақпағын жауып 15 минут көлемінде жақсылап қуырып аламыз. Бізге соус қажет болады. Мен Campagna фирмасының болонеза соусын қолдандым. Соустан қосып жақсылап араластырып, қақпағын жауып, баяу отта 40 минутқа қалдырамыз. Бөлек ыдыста қайнап тұрған суға спагеттиімізді салып, дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыздар. Шамамен 8 минут көлемінде қайнатып пісіріп аламыз. Осымен біздің кешкі асымыз дайын, өте оңай жасалынады және де тойымды тағамдардың бірі. Міндетті түрде қыздар жасап көріңіздер. Парақшама дәл қазір тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Парақшамда көптеген пайдалы рецепттермен бөлісемін. Ас болсын.